Сәлеметсіңдер ме балалар? Мен Қорғанбаева Айзат Асылбекқызы Александр Дмитриевич Романов атындағы номері 53-ші жалпы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімімін. Ал балалар, ендеше математика пәні бойынша сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы пайыздар. Сабағымыздың мақсаты жай бөлшектермен өрнектелген сандар тізбектерінің заңдылықтарын анықтау, пайыз бүтіннің 100-ден 1 бөлігі екенін түсіну, бүтіннің бөліктерін пайызбен жазу. Бүгінгі сабақта сендер бүтіннің 100-ден 1 бөлігі пайызды табуды үйренетін боласыңдар. Ал балалар, сабақты бастамас бұрын ең алдымен ережемен танысып алайық. Пайыз бұл бөлімі 100 болатын бөлшекпен өрнектелетін шаманың санның бөлігі, яғни 100-ден 1 пайызды құрайды. Бүтіннің 1 пайызын табу үшін бүтінді теңдей 100 бөлікке бөліп, осындай 1 бөлігін алу керек. Мысалы, 500 килограммның 1 пайызын табу үшін 500 килограммды 100-ге бөлеміз. 5 шығады, оны 1-ге көбейтеміз, 5 килограмм шығады екен. Бірден артық пайыздың кез келген мөлшерін табу үшін санның 100-ден 1 бөлігін тауып, қажетті пайыз мөлшеріне көбейтеді. Мысалы, 500-дің 3 пайызын табу үшін 500-ді 100-ге бөлеміз, 5 болады, оны 3-ге көбейтеміз, 15 шығады екен. Балалар, ереже түсінікті болса, бірінші тапсырмаға қараймыз. Бірінші тапсырма есепте. Бізге берілген сандардың 1 пайызын, 5 пайызын, 15 пайызын табу керекпіз. Бірінші 4500 килограммның 1 пайызын табу үшін 4500 килограммды 100-ге бөлеміз, сонда 45 килограмм шығады. Енді 4500 килограммның 5 пайызын табу үшін біз 45 килограммды 5-ге көбейтеміз, сонда 225 килограмм шығады екен. 4500 килограммның 15 пайызын табу үшін біз 45-ті 15-ге көбейтеміз, сонда 675 килограмм шығады екен. Келесі, 29.000 теңгенің 1 пайызын табу үшін 29.000-ды 100-ге бөлеміз, сонда 290 теңге шығады. 29.000 теңгенің 5 пайызын табу үшін 290 теңгені 5-ге көбейтеміз, сонда 1450 теңге шығады. 29.000 теңгенің 15 пайызын табу үшін 290 теңгені 15-ге көбейтеміз, сонда 4350 теңге шығады екен. Үшіншісіне қараймыз. 360.000 метрдің 1 пайызын табу үшін 360.000 метрді 100-ге бөлеміз, сонда 3600 метр шығады екен. 360.000 метрдің 5 пайызын табу үшін 3600 метрді 5-ге көбейтеміз, сонда 18000 метр шығады екен. 360.000 метрдің 15 пайызын табу үшін 3600 метрді 15-ге көбейтеміз, сонда 54000 метр шығады екен. Жарайсыңдар балалар. Балалар, екінші тапсырмаға қараймыз. Екінші тапсырма есепті шығар. Ата-анасы Айнаға ай сайын 1200 теңге береді. Айна бұл ақшаның 1/1 пайызын қыздарға арналған журналға, 3/1 пайызын мектеп дәмханасына жұмсайды. Ал қалған ақшаны жаңа телефон алу үшін жинайды. Айна телефон алу үшін қанша ақша қалдырып қояды? Балалар, ең алдымен 1200 теңгенің 1/1 пайызын табуымыз қажет. Ол үшін 1200-ді 10-ға бөлеміз.
1200-ді 10-ға бөлгенде 120 шығады. Оны 1-ге көбейтсек 120 шығады екен. Бұл айнаның қыздарға арналған журналға жұмсаған ақшасы. Енді балалар, 1200 теңгенің 3-тен 1 бөлігін табуымыз қажет. Ол үшін 1200-ді 3-ке бөлеміз. 400 шығады. 400-ді 1-ге көбейткенде 400 теңге шығады екен. Бұл айнаның мектеп дәмханасына жұмсаған ақшасы екен. Енді балалар, берген ақшасынан жұмсаған ақшасын азайтамыз. Ол үшін 1200 азайту жақшаның ішінде 120 қосылған 400 жақшаны жабамыз. Енді 120-ға 400-ді қосқанда 520 болады. 1200-ден 520-ны азайтқанда 680 теңге болады екен. Бұл айнаның жаңа телефон алу үшін жинаған ақшасы екен. Жарайсыңдар балалар. Балалар, енді келесі тапсырма сендерге жеке өзіндік жұмыс ретінде беріледі. Кестеге қараймыз. Берілген санның 1%, 3% және 5% табамыз. Ал енді балалар, тексереміз. 2000 теңгенің 1%, дұрыс айтасыңдар балалар, 20 теңге болады екен. 2000 теңгенің 3%, 60 теңге болады екен. 2000 теңгенің 5%, дұрыс айтасыңдар балалар, 100 теңге болады екен. 3600 километрдің 1%, 36 километр болады екен. 3600 километрдің 3%, дұрыс айтасыңдар балалар, 108 километр болады екен. 3600 километрдің 5%, 180 километр болады екен. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабақты жақсы меңгеріпсіңдер. Балалар, келесі тапсырмаға қараймыз. 3-ші тапсырма, тапсырманы орында. Асы бөлшек түрінде жаз. 8 сантиметр, 4 сантиметр, 36 миллиметр, 83 миллиметр, 1 дециметрдің қандай бөлігін құрайды? Енді балалар, ең алдымен 1 дециметрде қанша сантиметр және қанша миллиметр бар екенін тауып алайық. 1 дециметрде 10 сантиметр, 1 дециметрде 100 миллиметр бар екен. Енді балалар, 8 сантиметр, оннан 8 дециметрді құрайды екен. 4 сантиметр, оннан 4 дециметрді құрайды екен. 36 миллиметр, 100-ден 36 дециметрді құрайды екен. Ал 83 миллиметр, 100-ден 83 дециметрді құрайды екен. Енді балалар, әсінен назар аударайық. Пайыз түрінде жаз. 15 миллиметр, 45 миллиметр, 75 миллиметр, 1 дециметрдің қандай бөлігін құрайды? Енді балалар, 1 дециметрде 100 миллиметр бар екен. Яғни 15 миллиметр 100-ден 15 дециметрді құрайды. Бұл дегеніміз 15%. 45 миллиметр 100-ден 45 дециметр. Бұл 45%-ді құрайды екен. 75 миллиметр 100-ден 75 дециметр. Бұл 75%-ді құрайды екен. Келесі 69 метр квадрат, 20 метр квадрат, 50 метр квадрат. 1 соттықтың қандай бөлігін құрайды? Балалар, ең алдымен 1 соттық, 1 арда қанша метр квадрат бар екенін тауып алайық. 1 арда 100 метр квадрат бар екен. Сонда балалар, 69 метр квадратта 100-ден 69 ар бар екен. Бұл 69%-ді құрайды. 20 метр квадрат 100-ден 20 ар. Яғни бұл 20%-ді құрайды екен. 50 метр квадрат 100-ден 50 ар. Бұл 50%-ді құрайды екен.
Жарайсыңдар балалар, бүгінгі сабақты жақсы меңгеріпсіңдер. Балалар, бүгінгі пайыздар туралы өткен сабағымызды қорытындылайық. Ол үшін, егер пайыз туралы білетін болсақ, 1 балл, бүтіннің 100-ден 1 бөлігі пайызды таба алатын болсақ, 1 балл, бүтіннің бөліктерін пайызбен жаза алатын болсақ, 1 балл. Барлығы, егер сабақтан 3 балл жинасаңдар, онда бүгінгі сабақ толық меңгерілді деген сөз. Мен сендердің 3 балл жинайтындарыңа толық сенемін. Осымен математика сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.